Қызылорда ән жырға құштар шын жүректерді анықтауда түрлі мега жобаларды ұйымдастырып, телевизия саласында музыкалық контентті мықтап қалыптастырған өнерді қолдаушы арна. Таңшолпан ән байқауының тарихы осыдан 25 жыл бұрын бастау алды. Ширек ғасыр бойы төл жобадан түлеп ұшқан талантты әншілер бүгінде еліміз бен әлем сахналарында өнерін өрістетіп жүр. 13 пен 18 жас аралығындағы өрендердің талантын паш етуді мақсат еткен тележобаға биыл 300-ге жуық өнерпаз қатысты. Кім мықтыдан кіл мықты іріктелді. Талантты дараны дөп баса танитын Таңшолпанның ақтықсында 30-ға жуық талапкер бақ сынамақ. 1996 жылдан бері көгілдір экранның көркіне айналған Таңшолпан телебайқауы биыл өз көрерменімен қайта қауышты. Бұл тәуелсіздікпен төл құрдас телеарнамыздың 30 жылдық мерейтойына тамаша тарту болды. Ән бәйгесі сыр елі өнерпаздарының үлкен сахнаға шығуына сеп болды. Талай таланттың томағасын сыпырып, өнер әлеміне қанаттандырды. Араға жылдар салып, телеарнадағы үлкен жоба өнерге құштар талапты жастарды тағы жинады. Ол үшін бір ай бойы кәсіби білікті мамандардан құралған қазылар құрамы барлық ауданда аралап, ән айтуда дарыны мен таланты бар жүйріктерді тапты. Өз ауданында өзіндік дауыс рағымен айрықша қабілетімен ерекшеленген 300-ге жуық қатысушының 60-ы облыстың бас театрындағы жартылай кезеңінде өнер көрсетті. Жоба әубастағы мақсатынан айныған жоқ. Негізгі мақсат облыс орталығымен қоса ауыл аймақтан бағын сынауға келген талапкерлердің өнерін қолдау, қарым қабілетін байқап, шығармашылығын шыңдау. Жаңа ғана Dance Monkey әнін орындап шықтым. Әрине қобалжып шықтым. Сонда да жақсы бал алдым деп ойлаймын. Қазылар арқасының қойған балына келсем. Дайындық барысында көптеген қиындықтар болды, бірақ бақ шабама деймін. Мықты балалар өте көп. Көрейік енді, барлығына сәттілік. Әрине әнші өзін қатты жоғары бағаламаған дұрыс деп ойлаймын. Алдағы уақытта бұдан да керемет шығады деп ойлаймын. Облыстық қосырғай байқауына мен 3 дүркін қатысып 2 рет лауреат атандым, және біреуінде 3-ші орын иелендім. Одан бөлек телевизиядан де былтыр қатысып орын алған болатын. Қазылар алқасының құрамы тәжірибелі білікті мамандармен топтастырылған. Сыр ел өнері мен мәдениетінің жанашырлары, қолдаушылары талапкерлердің ән айту шеберлігіне, сахнада өзін-өзі ұстауына баса мән беріп, жүйріктерді май ішінен қыл суырғанда іріктеді. Олар жобада конкурстарда жиі орындалатын әндер емес, әлемдік хит әуендер таңдалғанын, бұл да талапкердің талғампаздығынан, батылдығынан сыр шертетінін алға тартты. Бір ай көлемінде іріктеу туры өтті. Іріктеу кезеңіне негізі бір 300-дің үстінде балдар қатысты. Қазіргі менің байқағаным деңгейі репертуарға бару, күрделі шығармаларға бару, жалпы дайындықтары, сосын талғамдары көп өскен балдардың. Біз өзіміз таңғалдық. Арал, Қазалы, аудандық елді мекендерден келген балдардың бәрі дүниежүзілік хит әндерге бару, қазіргі диапазоны кең, Димаштың әнін айту, Батырхан Шүкеновтың әндерін айту, сосын қазіргі белгілі Роза апасының әндері деген сияқты біз енді бір таныған әндердің өзін олар өздерінше талғамдарына сәйкес орындау шеберліктерін бір жоғары деңгейде көрсеткендер бізді үлкен қуантты. Өзімнің өнер жолымда осы Таңшолпан телевизиялық байқаумен бастап, осы байланыста болғанбыз. Осы Таңшолпан телевизиялық байқауы осы өнерге деген менің үлкен құлшынысымды ашып, енді бүгін ерекше бір күйде отырмын, себебі маған осы әділ қазылақы етуге шақырғаннан кейін өзім толқу үстіндемін. Шынымды айтсам, өйткені осы Таңшолпаннан бастағаннан кейін қатысушылардың да мен жағдайын, деңгейін біліп отырмын да, олардың қанша толқуы бар, уайымы бар, мына әнді дұрыс айтып шыға аламын ба деген. Сондықтан биылғы қатысушылар
конкурсанттардың деңгейі өте жоғары. Сонымен Қазылар алқасының шешімімен Таңшолпанның ақтық сынында 28 өнерпаз бақ сынайды. Талай таланттың бағын ашқан Таңшолпан ән байқауы араға жылдар салып осылайша қайта жаңғырды. Ел тәуелсіздігімен төл құрдас телеарнамыздың мерейтойы қарсаңында өткізілген ән байқауының жартылай финалының телевизиялық толық нұсқасын алдағы сенбі жексенбі күндері көре аласыздар. Азамат Әуесхан, Нұржан Мұзарев, Шынтөрхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.